Хей достар, менің атым Азон. Және де бүгін мен сіздерге бір өте қызықты бір нәрсе айтайын деп едім. Менің арнамда өте көп күн бойы менің арнамда вообще видеолар шықпай кетті. Бұл үшін мен алдын ала кешірім сұраймын. Себебі менің арнамда өте көп проблемалар қапты кетті. Ё-моё, көршілер шулап жатыр. Короче, мен сіздерге дәп қазір өзімнің өмірімнен өткен ең қызық және ең қорқынышты бір оқиғаны айтып берем. Егер сізге қызық болатын болса, онда дәп қазір лайктарыңызды басып, егер арнама әлі жазылмағанды болсаңыздар, арнама жазыла салыңыздар. Себебі бұл өте қызық болады. Себебі мен сіздерге бір өте қорқынышты бір оқиғалардың бірін дайындап қойдым. Ал бұл оқиғаның не екенін сіздер уже видеоның обложкасынан біліп қойған шығарсыздар. Мен қалай жастан қаштым? Басында мен бұл аралға келгенде өзім бір қыдырып күшті дем алып жүрем деп ойладым. Бірақ мен бұл аралға келгенде бұл оқиғаның қалай аяқталатынын білгенде ғой. Бұл жерге ешқашан келмес едім. Басында мен жай ғана қаланың әрбір күшті жерлеріне, әсем жерлеріне келіп суға түсіп, кайфовать етіп жүрдім. Соңында бір ең күшті нені жалдап алмақшы болған ойым болды. Қысқасын айтқанда, мен осы қаланың ең бір күшті, мықты деген отельдердің қонақүйлердің бірін жалдап алдым. Бірақ оған мен бір кешке жақын баратын болып шештім, себебі мен бұл жерде бір қаланың ең әдемі жағажайын бірін тауып алдым да, осы жағажайда мен ең мықты бір жерлерін тауып алдым да, соған түсем деп шештім. Потом мен Майкл деген адаммен таныс алдым, ол маған ең дәмді бір арбузды сатып алдым, өте дәмді болды. Бірақ бұл басқа әңгіме. Сіздерге айтып отқан әңгімемді жалғастыра берейік. Міне, бұл менің сіздерге айтқан отелім. Осы отельдің ішіне кірдімде өте қуанып кеттім. Себебі бұл отель суретінен де күшті екен. Бірінші этаж күшті, екінші этаж самый ең төбесіндегі вышка. Мен басым қатты ауырғанын сезіп, ваннаға кіріп кеттім. Бірақ оны сіздерге көрсетпеймін. Сосын менің өмірімдегі ең қауіпті, ең үлкен қателік болды. Себебі мен бұл отельді бекер таңдадым. Түнде бір дауыстар естілді. Біреу есіктен сығалағандай болды. Аяқтарын дауыстар естіді. Короче, бұл вообще өте жаман болды. Ё-моё, не болып кетті? Біреулердің дауысын естідім, не болды? Не ну? Бірдеңке тұрған сияқты. Не ну? Басым айналып жатыр, что-то бірдеңке елестеп отыр көзім. Жарайды, қайттан ұйықтаймын. Сол моментте мен қайда жүр қорқақтар сияқты емес, нағыз еркек сияқты жұмыс істедім. Мен сол кезде қорққам, жоқ бұлпыш қоймай тойстан жаққа бардым да, Джефф туралы полицейскілерге хабарлағанымды өзім де білмей қалдым. Алло, Робокоп, мына жерге келдіңдер, мына жерге. Қай жерге? Примерно осы жерге, кел. Қай жерде? Осы жерде! Только не умирай. Только не умирай. Жоқ, ешкім жоқ. Чуть не обосрался. Ешкім жоқ. Жақсы болды. Кеттім. Ешкім жоқ. Міне, бұл оқиғаның соңы. Осы оқиғадан кейін арада бір жыл өтті. Бір жылдың ішінде ештеңе болмады. Бұл бір қуануға себеп шығар, бәлкім.